Бәріне сәлем, сіздермен бірге пайдалы channel арнасы. Бүгінгі видеода қызылшаның адам денсаулығына пайдасы және оны қалай дұрыс пісіру керектігін айтамын. Каналға жазылып лайк басып, осы пайдалы видеоны жақындарыңызбен де бөлісіңіз. Тамыр-жемістілер қатарына жататын қызылшаны қысы-жазы жиі тұтынатын адамның жалпы портретіне назар салайық. Қызылшаны үнемі жейтін адамдар ол ақылды келеді. Себебі қызылшада йод көп. Ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Қызылшаны үнемі тұтынатын адамның беті алқызыл. Себебі қызылша темірдің ағзаға дұрыс сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Қызылшаны жиі жейтін адамдар ол төзімді келеді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Демек бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мг қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп қалыңдай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В витамині ықпал етеді. Ол бұлшықетті келеді. Қызылша жейтін адамдар сымбатты келеді. Оның құрамында зат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықтарды шығарып, артық салмақтан арылуға септігін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай дертпен күреседі? Ең алдымен қан қысымы, зәр айдайтын әсеріне байланысты. Қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Сондықтан ол әрдайым жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз, нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Қызылша бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, ағзадан зиянды заттарды шығарады. Қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Қызылша қабынуға қарсы әсерге де ие. Сондықтан шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолдануға да болады. Ал енді қызылшаны кімдерге қолдануға болмайды? Соған тоқталайық. Егер сізде төменде аталған дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал болады. Сусамыр, яғни қант диабеті. Қызылша қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Несеп тас ауруы. Қызылша құрамында қымыздық қышқылы бар, содан сақ болыңыз. Іш өтуіне бейімділік. Қызылшаның іш жүргізетін әсері бар, сондықтан бұл жағдайда өте абай болу керек. Дұрыс пісіре біліңіз. Ал қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол витаминдердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады. Егер тұз қоссаңыз, тіпті піскеннен кейін де қаттылау болуы мүмкін. Дайын тағамды тұздағаныңыз жөн болады. Түбін кеспеңіз және сабағын толық кеспей бірнеше сантиметр қалдырыңыз. Әйтпесе қызылша түсі мен дәмін жоғалтуы мүмкін. Пісу уақытын жылдамдату үшін суға біраз қасық қант салыңыз. Немесе өсімдік майын қолданыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады. Егер ыдысты былғаудан қорықсаңыз, қызылшаны полиэтилен пакетке салып пісіріңіз. Ол көкөністің дәміне, пісу уақытына әсер етпейді. Егер қызылшаны тазаланған немесе туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке су қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпау үшін қажет. Қызылша көп қайнатуды қажет етеді. 2-3 сағат оны тез пісіру үшін 1 сағат қайнатылған оттан алып, суын төгеді де 10 минут үстіне су ағызып қояды. Қызылшаның емдік пайдасы туралы. Қызылша шырынымен баспа ауруын ангинаны емдеуге болады. Ол үшін 1 стакан қызылша шырынына 1 ас қасық балды қосыңыз да дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырынына өт жолдары мен ішекті тазартып, асқазаныңызды да емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауыңызға да болады. Қызылша шырыны ағзада қышқыл жоғары болуымен күреседі. Қанды тазартып, қан аздықты емдейді. Артық салмақтан арылуға және бауыр ауруларынан айықтыруға себеп болады. Қызылша шырыны ағзада қышқыл жоғары болуымен күреседі. Қанды тазартып, қан аздықты емдейді. Артық салмақтан арылуға және бауыр ауруларынан айықтыруға себеп болады. Ішек жолдарының қызметін реттейтін қасиетке де ие. Дәрігерлер күніне 100-150 грамм қайнатылған қызылша жеуге кеңес береді. Аш қарынға 100-200 грамм қызылша жеген жөн. Ал ақуыздарды ажыратып, бойға сіңіреді. Зат алмасуға жақсы әсер етеді. Ал сіз қызылшаны жиі жейсіз бе?